Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі тақырыбымыз жақында жарық көрген белгілі ғалым, 20-дан астам еңбектің авторы Мұхитдин Исаұлының «Қара шаңырақ» романы туралы болмақ. Ал қонағымыз аталған кітаптың редакторы, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Түркі дүниесі поэзия фестивалінің лауреаты Дәулетбек Байтұрсынұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Дәулетбек Байтұрсынұлы, жаңа айтып кеткендей, сөзіміздің басында жақында Мұхитдин Исаұлының «Қара шаңырақ» романының таныстырылымы өткенін білеміз. Алдымен осы еңбек неге «Қара шаңырақ» деп аталды деген сұраққа жауап беруден әңгімемізді бастасақ. Рахмет. Армысыздар, радио тыңдаушы ағайын. Бұл «Қара шаңырақ» романы осы біздің тәуелсіздігіміздің міне 30 жылдық кезеңіндегі бір әдебиетімізге қосылған бір жаңалық деп қабылдадым. Енді Мұхитдин Исаұлы осы уақытқа дейін өзінің діни кітаптарымен белгілі. Ол үлкен ғылым докторы, үлкен университетте профессор, сондай адам ғой. Бірақ жұрт ойлауы мүмкін, енді бұл да сондай бір діни бағытта жазылған кітап шығар деп. Бұл олай емес. Бұл кәдімгі әдеби шығарма. Бұл көркем дүние ғой. Көркем әдеби роман. Бұл кісі тек дінтанушы ғана емес, әдебиеттен де аулы алыс емес. Осыдан көп жылдар бұрын осы Қазақстанда жаңағы Жазушылар одағы менен мүфтият бірлесіп бір әдеби мүшәйра өткізген кезде осы кісінің жазған өлеңі бас жүлде алған есімде. Сол кезде бір умралықты жеңіп алған. Оның кейінде бұл кісі мына басылымдарда, осы журналдарда бірнеше әңгімесі, бір-екі повесті жарық көрген кісі. Жалпы әдебиетте бар адам. Жалпы енді жазушы, ақын дейсіз ғой енді бұл кісі. Иә, бұл қаламгер. Енді жаңа сіз айтқан «Қара шаңырақ» деп аталуы, бұл жай ғана бір қойыла салған ат емес. Бұл «Қара шаңырақ» романды оқып болғанда мен соңында көзім жетті. Бұл «Қара шаңырақ» берісі түркі дүниесінің қара шаңырағы Қазақстанда. Яғни Қазақстан біздің ұлтымыз, түркі дүниесінің қара шаңырағы. Ал Мағжанның да өлеңдерінде айтылады ғой. Қара шаңырақ көп түрі ген шалып тарағанда, қара шаңырақ біздің қазаққа қалған. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, олдағы қазағымның несібі ғой деп келеді ғой. Сол өлеңінде қара шаңырақ әңгімесі айтылады да. Бұл бергі жағы. Мысалы, әне күні ғана президентіміз Астанада өткен саммитте жаңағы түркі дүниесінің келген президенттеріне, елбасыларына жаңа айтты ғой. Түркі дүниесінің қара шаңырағы Қазақстанға қош келдіңіздер деді. Бұл енді осындай бір үлкен идеядан, үлкен миссиядан туғанда, енді бұл бергі жағы. Арғы жағы, автордың ойы тіпті өте терең. Арғыдан бастайды. Яғни адам ата мен Хауа ана бас құрап, шаңырақ көтерген кездегі қалыптасқан шаңырақ адамзаттың қара шаңырағы. Ал күллі адамзат сол адам ата мен Хауа анадан тарады деп біз сенімдеміз ғой. Ендеше сол қара шаңырақ пайғамбарлардан пайғамбарларға өтіп, әулеттен әулетке өтіп, жер шарының әрбір нүктесінде, әрбір дәуірінде билік құрған, өктемді кеткен, үлкен-үлкен ұлыстарда болды. Ал сол қара шаңырақ ақырындап, әуел баста біздің осы қазақ даласында болған сол үлкен қара шаңырақ айланып кетті, қыдырып кетті. Өйткені жаңағы атаның балаларына жаңағы қара шаңырақ еншісіне бөлінетін сияқты да. Енді сол қара шаңырақ дейді, біздің Қазақстан мемлекетіне келу керек деп автордың анау ішкі жан әлеміндегі толқынысы. Біздің Қазақстанға ғылым келу керек. Ол келе жатыр. Біздің қара шаңыраққа, біздің Қазақстанға адамзаттың қара шаңырағы келу керек. Қара шаңырақтың қадір қасиетін білетін жер шарында бірден бір ұлт біздің қазақ. Көп халықтар, көп әулеттер қара шаңырақ ұғымынан айырылып қалған. Мүмкін экономикасы дамыған, техникасы дамыған, технологиясы дамыған болуы мүмкін. Бірақ олар қара шаңырақ ұғымынан айырылып қалған. Ал қара шаңырақ ұғымын сақтап келатқан дәстүр ретінде, құндылық ретінде ардақтап келатқан біздің қазақ. Ендеше біздің қара шаңырақ, біздің Қазақстанға қара шаңырақ келді. Немесе келу керек деген сондай үлкен миссиямен жазылғанда, бұның ар жағы біздің мемлекетіміздің кемелденуі, мемлекетіміздің құдіретті болуы, мемлекетіміздің жер шарындағы айбыны мен жаңағының беделінің биік болуын көздеп жазған сондай бір терең роман деп айтам да.
Дұрыс екен. Енді Дәулетбек Байтұрсынұлы, сіз Қара шаңырақ романына редакторлық қызмет еттіңіз. Енді осы еңбектің тақырыбына, көтерген жүгіне тоқталсаңыз, жалпы бірнеше тараудан тұрады екен. Кітап өзі 600 беттік кітап екен, үлкен кітап. Осы тұрғыда жалпы көркемдік жаңағы салмағы туралы айтып берсеңіз. Дұрыс. Бұл кітапта енді негізгі басты назар алған бабалардың ізін, бабалардың басып өткен жолын ұрпақтың жадына салу. Сол мыңжылдықтардың бедеріндегі біздің қазақ деген халықтан шыққан тұлғалар, әйгілі есімдер, әулиелер, бабаларымызды бас кейіпкер ретінде айшықтап көрсетеді бұл романда. Ең баста басталғанда 4 кейіпкермен басталады. Жасы 100-ге жақындаған абыз ата, ғұлама, біздің бар құндылықтарменен бар руханиятты бойына сіңірген сондай бір абыз ата. Ал оның қасында философ ғалым, өзінің есімі де ғалым. Сондай бір философ адам. Ол бүгінгі біздің Қазақстанның ғалымдарының, оқымысты адамдарының, сауатты қазақтарының типі. Бұл екінші кейіпкеріміз. Үшінші кейіпкеріміз Молдабала Мұрат. Төртінші кейіпкеріміз шофер. Яғни жаңағы 70 жылдық атеистік қоғамнан шығып, бүгінгі руханият әлеміне қарай көзі ашылып, жаңағы айналасына қарай бастаған, барлай бастаған бүгінгі қазақ қоғамының бір мүшесі. Осындай болады. Енді бұл жаңағы бас кейіпкеріміз негізі ғалымға қызмет етеді. Бұл енді ғалым деген өзі қарасан қазақ тілін біледі, орыс тілін біледі, араб тілін меңгерген, Әл-Фараби шығармаларын зерттеген және оны аударған, халықаралық конференцияларда ағылшын тілінде баяндама жасайтын және шағатай тілін шағып тұрып түсінген осындай бір адам. Оның енді білімі, қабілеті жеткілікті, кітаптар шығарған, әлемдік деңгейде жаңағы жиналыстарда, конференцияларда баяндама жасауға сондай бір қабілеті жететін кісі, Құдайды да біледі. Енді Алла туралы, жаратылыс туралы да түсінігі бар. Бірақ әлі ол кісінің жаңағы 70 жылдық қоғамнан шыққандықтан жүрегі кішкене қаттылау. Енді осы 600 беттік не арқылы, 600 беттік роман арқылы сол ғалымның 2 жылдық өмірін, 2 жылдық сапарын баяндайды. Ол сапар өзіміздің кәдімгі мынау шығыстағы Абай елінен басталады. Құнанбай, Абай, Шәкәрім елінен басталады. Мәшһүр Жүсіп Көпей бабамызға барады. Қожа Ахмет Ясауи бабамызға барады. Бекасыл әулиенің төңірегінде әңгіме өрбиді. Бұхарадағы Көкілташ төңірегінде сөз болады. Түркия, Стамбул, Анкара және сол жаңағы баяғы Селжүк заманы, сүнігін Османлы заманы сөз болады. Осы мыңжылдықтың айналасындағы түркі даласынан шыққан даналар, түркі даласынан шығып біздің ұлтымызға өнеге болған тұлғалар, Бекет ата, Шопан ата, осы төңірегіндегі кейіпкер. Ал енді бұны жеке-жеке оларды бір тақырып етіп баяндамайды. Жаңағы ғалым абыз ата бастаған кейіпкерлеріміздің сапары арқылы баяндап отырады. Сапар арқылы. Сонда бұдан нені айтқысы келеді дегенде, бүгінгідей өзінің ұлттық құндылығынан адаса бастаған, өзінің дәстүр салтынан жери бастаған, өткен шежіресін, өткен тарихын тәрк ететін бір буын сондай бір адамдар қоғамда пайда болды. Ал енді бұл кітап біз ертеңге болашағымыз нұрлы болу үшін кешегі өткен бабаларды ұмытпауымыз керек. Кешегі бабаларымыздың басынан өткен тарихты біз тәрк етуге тиісті емеспіз. Егер біз тамырымыздан айырылсақ, өзегімізден айырылсақ, ешкім болмай қаламыз. Бізді сақтап тұрған тіл, бізді сақтап тұрған бабалардың жолы, бізді сақтап тұрған дәстүр. Біз қаншалық экономикамыз байыса да, технологиямыз биік шыңдарға шықса да, біз өзіміздің өзегімізден, өзіміздің тамырымыздан айырылмауымыз керек. Деген осы ұлы мақсатты көздеп, ұрпақты тура жолға салу мақсатында бабалардың жолын айту арқылы қызықты аңыздарды, әпсаналарды келтіреді. Оның ішінде біздің осы уақытқа дейін кітаптан оқыған дүниелеріміз бар, оқымаған дүниелеріміз бар. Біраз дүниеге жауап ашады. Енді мен соңғы кезде редактор болу барысында ол кісімен сөйлескенде байқадым, бұл кітапты ол ойлағалы 20 жылдан асқан жазуды. Бірақ кәдімгі қаламын алып қағазға түсіре бастағалы 5 жыл болған. 5 жыл отырғандағы осы нәтиже осындай бір кітапқа айланып отыр. Енді бұл кітаптағы дүниенің бәрін бұл кісі ойдан шығарған емес,
қиялдан жасаған емес, біздің бабаларымыздың басып өткен жолы болғандықтан, әр жерде, әр түрлі формада айтылып жүргендіктен, бұл кітаптың авторы ретінде Мұхиддин Иса деп өз атын қойған жоқ. Бұл кісі халықтың кітабы, мен халыққа қайтарам. Яғни халық ішіндегі даналар, ақиқаттар, осыны халықтың жүрегіне қайта жеткізуді мақсат еттім деп, кітаптың авторы Әбділда Әбдіманап деген атпенен, бүркеншік атпен шықты. Ол былай айтқанда, мен осынша дүниенің иесі болуға қақым жоқ деп, өзінің нәпсісіне кішкене жаңағы тоқтау салып, сол Әбділда Әбдіманап деген халықтық сипаттағы атты қолданып отыр. Бұл романның енді жалпы көтерген жүгі, бірінші біздің ұрпақтарымыздың әр түрлі ағымдарға, әр түрлі жолдарға адасып кетпеу үшін бабаларымызды баяндап түсіндіру. Жалпы дәстүрді түсіндіру ғой, қазақтың руханиятын түсіндіру, тамырын түсіндіру деген осындай мақсатты ұстанып отыр ғой. Иә, роман. Мысалы жаңағы бұл кісінің айтқан кейіпкерлері біздің мың жылдағы біздің ұлтымыздан шыққан тұлғалар. Аспаннан түскен жоқ, олар жерден шыққан жоқ. Біздің ұлтымыздың осы уақытқа дейін бізге үлгі болып келетқан, өнеге болып келетқан Құнанбай қажы, Абай, Шәкәрім, Оразбай, Мәшһүр Жүсіп ата, мысалы. Мына Алматының іргесінде жатқан Әлмірек абыз бабамыз. Мына біздің Алматының қақ ортасында жатқан Райымбек ата. Анау жаңағы жоңғардың тұмсығынан ұрып, азаттығымызға үлкен үлес қосқан Қабанбай ата. Анау Бөгенбай батыр бабамыз, Бөгенбай аталарымыз. Ахмет Байтұрсын аталарымыз, осылар өзінің ретімен, қисынымен, жүйесімен романға кейіпкер ретінде қосылады. Қарап отыратын болсақ, біздің осы адамдардан бізде не шығады дегенде, ұлттың бағдар шығады. Біздің ұлттық идеологиямыз, біздің мемлекеттігіміз, біз былай айтқанда тақыр жерге егілген дүние емес біз. Біздің халқымыздың тамыры бар, дәні бар. Ендеше біз сол анау тамырдан адасып қалмайық. Өзегімізден өзгеріп кетпейік. Ол үшін шежіремізбен тарихымызды, ақиқатымызды анықтап, ақтаңдақтарды толықтап, бүгінгі ұрпақтың руханияты да кемелді. Саяси да, әлеуметтік те, қоғамдықта санасы кемелді. Яғни, адамны атаның қара шаңырағына мұрагері болатындай толымды ұлт Абай атамыздың кемел адам, толық адам деңгейіне жетуге өзінің бір үлесі ретінде ұсынған роман ғой. Осындай бар. Жалпы жаңа сіз айтып кеттіңіз, төрт кейіпкер, төрттік туралы да. Осы төрт кейіпкер Қазақстанның ең бір жаңағы киелі жерлеріне барады, аралайды. Бір жағынан бұл кітаптың бір мақсат мұраты жалпы Қазақстандағы осы керемет жерлерді көрсету, оларды баяндау, суреттеу, яғни бір туристік бағыттағы бір жаңағы өзінің ұстанымында бар сияқты. Осы жерлерді адамдар көру керек, осы жерлерді міндетті түрде аралау керек, түсіну керек. Мына Қазақстанды түсіну үшін Қазақстанның өткен тарихын түсіну керек деген сияқты осындай бір ұстаным бар секілді. Дұрыс айтасыз. Жаңағы сіз айтып кеттіңіз, төртеу. Қазақта сөз бар, төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді деген сөз бар да, мақалымыз бар. Жаңағы кейіпкерді ең баста төртеу етуде, бұл автордың мына әдеби кейіпкер төртеу төрт саланың өкілі сияқты. Абыз ата өткен тарихымыз, өткен біздің мыңжылдық шежіреміздің кейіпкері. Ғалым бүгінгі Қазақстанның жаңа адамдарының сипаты. Ал молда бала дегеніміз, ең соңында бір қызығы сол молда бала гид болып қалады. Бұл жерде біз мынаны меңзейді. Бүгін қоғамда дін айтылып жатыр, ислам насихатталып жатыр, бірақ өкініштісі сонымен бірге кейбір ағымдарда, кейбір идеяларда кіріп жатыр. Бізге бұны молда баланы айту арқылы біз руханиятты жүрегімізбен түсінейік, тілімізбен ғана айтпайық. Абай атамыз дін кімде жоқ, тілде бар да, ділде жоқ деп Абай атамыз айтты ғой. Яғни біздің руханиятты тек қана бүгін біз уағыз деңгейінде, насихат деңгейінде ғана емес, біз шын руханиятпен адамзаттың адамгершілік мәнін жүрекке жеткізейік деген мақсатында бұл молда баланы алған. Ал шопыр дегеніміз мына жерде Жақып болып басталады. Өнен кейін Айбатыр деген жігіт қосылады, шопыр болып. Өнен кейін Біржан деген жігіт қосылады. Өнен кейін тағы баста қосылған 4 кейіпкер ең соңында 11 кейіпкермен аяқтайды. Бұл жерде әрбір кейіпкерінің өзінің атқаратын миссиясы бар. Әрбір кейіпкері осы қазақ қоғамынан таңдалған әртүрлі жаңағы деңгейдегі адамдардың жиынтық образы. Осы арқылы жаңағы
Қазақстанның киелі жерлерін, қасиетті мекендерін көрсетіп, біз едесе Анталия, едесе жаңағы пәлен Маржан аралдары деп жүгіре бермей, біз Қазақстанның да осындай қасиетті бір ел екенін, оның бір мезгілде қысы бар, көктемі бар, жазы бар, күзі бар, жаңағы шығысы мен батысына құс қанаты талатын, оңтүстігі мен солтүстігі, анау Алтай тауларынан тартып Каспийге дейін, анау Қызылжардың аққайыңдарынан тартып мынау Сырдарияның бойына дейін созылып жатқан дала. Біз осы жерде қаншама ата-бабамыз өмір сүрді, олардың қаншама ізі қалды, сол ата-бабаларымыздан қаншама ұлы даналар шықты, данышпандар шықты, әулиелер шықты. Ендеше сен елге көзіңді қызартпай, өзіңді таны, өзіңнің караматыңды біл. Пайғамбарлардан мұғжиза, әулиелерден карамат. Мұғжизаларды түсін, караматтарды біл, құндылығыңды сақта. Сен байу арқылы, технологияға жету арқылы қазақ болып мақтана алмайсың. Сенің тамырың болғанда ғана, өзегіңнен үзілмегенде ғана сен қазақ болып қала аласың деген біздің отаншылдық бір құндылықтарды жас ұрпаққа жеткізгісі келеді. Осындай бір ойлар бар. Жақсы. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабары жақында жарық көрген белгілі ғалым, 20-дан астам еңбектің авторы Мұхитдин Исаұлының Қара шаңырақ романына арналып отыр. Ал қонағымыз аталған кітаптың редакторы, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Түркі дүниесі поэзия фестивалінің лауреаты Дәулетбек Байтұрсынұлы. Енді Дәулетбек Байтұрсынұлы жалпы осы еңбектің авторы Мұхитдин Исаұлына бұл Қара шаңырақ романын жазуға жалпы не түрткі, нендей себеп болды деп ойлайсыз өзіңіз? Енді мен романды оқығаннан кейін өзімнің басымда қалыптасқан нәрсе, бұл жерде ол кісілер ұстаз ретінде де университетте дәріс беріп жүр ғой, уағызын айтып жүр, ғалым ретінде кітап жазып жүр, формасы жаңағы діни бағытта болды да. Енді бұл кісі мына Қара шаңырақ романын жазу арқылы ең бастысы бір ұрпаққа алаңдаудан туған шығарма. Біздің бүгінгі 21 ғасырдағы ұрпақтарымыз мына глобализация, жаһанданудың бір ағы тасқынына, жаһанданудың бір дауылына тап болды. Осындай кезде сырттан келіп жатқан идеялар да жетеді. Әр түрлі ақпараттардың тасқынының астында қалды. Сонда олар өзінің тура жолы мен шығар жолынан адасқан жағдай бар. Ендеше мұхаңды мазалаған нәрсе, ұрпақтарымыз адаспау үшін не істеу керек? Қазақ болып қалу үшін не істеу керек? Мүмкін бай қазақ болармыз. Мүмкін біз компьютердің құлағында ойнайтын, IT-дің шыңына шығатын қазақ болармыз. Бірақ біз адам ретінде, қазақ ретінде бізге не керек? Бізге бабалардың жолы, өткен тарихымызды біз жадымыздан шығармауымыз керек. Сондықтан да бұның енді үлкендетіп айтатын болсам, ұрпақты құтқарып қалу, рухани тазалыққа бағыттау мақсатында туындаған. Енді одан бертаман келіп айтатын болсақ, адаспау, жолдан тайып кетпеу. Кім көрінгеннің айғайшысы, кім көрінгеннің шабарманы болып, біреудің ақшасына қызығып, біреудің бақшасына қызығып, әркімнің артынан еріп кетпей, бабалар жолынан адаспай, Абай жолы бұл жерде. Мысалы, роман Абайдан басталады. Бұл Абай жолы деп Мұхтар Әуездің өзі бұны тегін айтқан жоқ. Абай жолы деген не? Ол рухани тазалық. Абай жолы деген не? Ғылым жолы. Абай жолы деген не? Адамгершілік жолы. Абай жолы деген не? Кемелдену, толық адам болу жолы. Ендеше роман Абайдан басталады. Ең соңында 2 жылғы сапар аяқтап келіп, Абайдың өлеңімен роман түйінделеді соңында. Ал енді мынау Абай елінен басталған, жаңағы Ақшоқыдағы Құнанбай қажының басынан басталған сапар ең соңында Стамбулдан қайтып Алматыға ұшып келеді жолаушылар. Сонда осы Абаймен басталып, Абаймен түйіндейді. Сонда бізге дейді да, бұл енді мен былай мөлшерледім, бізге Абай жолы керек. Абай жолы керек. Абайдың жолы, Абайдың басында не бар? Ғылым бар. Абайдың басында не бар? Даналық бар. Абайдың басында философия бар. Абайдың басында рухани тазалық бар. Яғни Абайдың өмірі ұлттық құндылыққа тұнып тұрған өмір. Ендеше бүгінгі ұрпақты біз ұлттық құндылықтар бойынша, бабалар жолы бойынша, аталар дәстүрі бойынша, әжелер мектебі бойынша тәрбиелесек,
және осы мыңжылдықтарда біздің өсіп шыққан шоқтығы биік шыңдарымызды қайтадан бір танысақ, қайтадан бір көрсек, сонда біз адаспаймыз және ешкімнің алдында қор болмаймыз деген сондай бір миссиямен, сондай бір үлкен оймен жазған екен бұл романды. Сондықтан енді мен енді мен жасым мысалы 59-ға келіп оқып отырмын ғой, соның өзінде менің жүрегімді алай-дүлей күйге түсіріп, жан әлеміме бір үлкен жарқыл жаңалық сәулелер алып келді да. Енді бұны біздің жас оқырмандар, жас авторлар оқыса, керемет болар еді. Өмірге деген бұл бір былай айтқанда мотивациялық та кітап деуге болады. Адам болудың мотивациясы. Тайып кетпеудің, адасып кетпеудің, еріп кетпеудің, сол үшін тура жолда қалудың. Бізге өнегер ретінде кімді көрсетеді? Бабаларымызды көрсетеді. Бізде енді кезінде социализм бізді бәрін ескішілдік деп, көнешілдік деп, ананы молда деп, мынаны ишан деп, ананы бай деп, бәрінен бізді бездіріп жіберді ғой. Ал енді сол социализм мен диктатуралық қоғам бездірген дүниелер біздің мақтаныштарымыз, біздің үлгі ұстайтын біздің компастарымыз, біздің бағыттарымыз да. Содан адасып қалмаңдар. Ал соның кейін барып ғылыммен айланыс, жаңағы экономикамен айланыс. Мемлекетті өркендету үшін адам рухани таза болу керек. Мысалы, бұл кітаптың ішінен жаңағы оқып отырғанда парақорлықтың жиіркенішті екенін, жемқорлықтың жиіркенішті екенін, бас пайдасын өз мүддесін көздеудің жиіркенішті екенін, анау үлгі еткен өнегелер тек ұрпақ деп, тек халқым деп қана өмірден өткенін сезіп отырамыз. Сонда осы арқылы ұрпақты тура жолға бастауды мақсат еткен бір романда. Жалпы оқиға 2 жылды қамтиды, сапардан тұрады. Тағы бір қызығы, бір сапардан кейін бір сапар жалғасып отырады да, оқырманды тартып отырады. Енді не көреді екен? Енді қандай әңгіме болады екен? Осы жаңағы романның ізіне, былай айтқанда, романның ізіне емес, романның ішіне өзіңде енесің. Енесіңде бір сонан кейін бір керемет бір таудан сарқырап ағып жатқан бұлақтың жағасына барып, қос уыстап тұрып су ішіп, құстың сайрағанын естіп, судың сылдырын естіп, жаңағы сондай бір жан тыныштығына кенелгендей, бұл романды оқып отырғанда рухани бір хал кешесің. Бұл да жаңағы маған бір жаңағы ағамыз айтты, кішкене көлемі 600 бет көп емес па, бүгінгі жұрттың бәрі телефонмен, сотовыймен ғана айланысып жатқанда бұл роман кішкене көптік етпей ма деп қалды. Мен айттым, жоқ, көптік етпейді. Мәселе бұны бастау керек, кіру керек. Өйткені біз 600 беттік роман жазбасақ, ғалымның жан дүниесін өзгерте алмайтын едік. Оны адамгершілік әлеміне, кісілік әлеміне, оның бойында тәкаппарлық бар, оның ойында перғауындық идеялар бар, ол халықтан оқшауланып кеткен. Өйткені ол дегенің оның қалтасында диплом, басында атақ, соныменен ол соны малданып өмір сүріп кеткен бір ғалым. Өзі ортасынан бөлініп қалғанын өзі білмейді. Ең соңында соны адам жасап, тәкаппарлығын жойып, кішіпейілдігін әкеліп, жүрегіне мейірім ұялатып, сүйіспеншілік ұялатып, ол мейлі ғалым болсын, қараша болсын, дәрежесі тең адам екен. Адам ең соңында жаңа ғалымдығыңмен емес, адамдығыңмен қаласың өмірде. Деп сонда сол адамның жүрегін жібітіп, кәдімгі адам атаның нағыз ұрпағына айландырады да. Сол үшін 600 беттік оқиға керек. Осы 600 бет арқылы ғалымды өзгертеді. Ғалымды өзгерту деген сөз, мысалы, кейіпкер ретінде мен өзім оқып отырып, мына кітап айна сияқты. Ана оқып отырасың да, ғалымның орнына қоясың өзіңді, молда баланың орнына қоясың, абыз атаның орнына қоясың да, өзіңнің бойыңдағы артықшылық, кемшілігінің бәрі көрінетті отырады, кемшілігіңнен, тырсықтығыңнан, тәкаппарлығыңнан ұяласың. Бойыңнан бір сондай ана жақсы қасиеттер егер жылт етіп көрініп қалса, менде де әлі де адамның бір иісі бар екен ау деп сүйсінесің. Сонда бұл кітап Қара шаңырақтың тағы бір сипаты, оққан оқырманға айна рөлін атқарады. Тарихты айтады, шежірені айтады. Сонан кейін ең бастысы адамгершілікке, мына ұлттық құндылық, қазақ қияметке деген қазақ болып бару керек та. Дәстүрінен, тамырынан айырмай жету керек. Ал оның жолында сен техникаңды игере бер, саған ешкім шекте қойып отқан жоқ. Экономикаңды дамыта бер, бизнесіңмен айланыса бер. Кім болсаң сол бол, сот бол, прокурор бол, парақор болма, жемқор болма, қазақ болып бар, кім болсаң да.
осындай бір ұрпаққа бір жаңа бағыт бағдар берген дүние енді көп еңбектенген. Көп кітап оқығаны көрініп тұрады. Мына романды оқып отырсаңшы. Қысқасы жалпы бүгінгі қазақ қандай болу керек деген сұраққа жауап берген дейсіз ғой. Соған бағыттаған. Шамасының келгенше. Бүгінгі қазақ қалай болу керек дегенде, бұл үш нәрсені ұмытпау керек. Өткен тарихымызды ұмытпауымыз керек. Бабалардың басып өткен жолын ұмытпау керек. Бірінші. Бүгін әлем не болып жатыр? Біз қайда кетіп бара жатырмыз? Өзімізді өзгертуіміз керек. Сен біреуді өзгерту үшін алдымен өзіңді өзгерт деді ғой. Мысалы, әлемді өзгертем десең, бірінші өзіңді өзгерт деп Махатма Ганди айтты ғой. Дүниенің атақты гуманисі. Сол сияқты бұл бүгінгі ұрпақтың өзгерт. Екінші, ертеңгі болашағымыз. Біз дейді, түркі дүниесінің қара шаңырағы болу бізге аздық етеді дейді да. Біз дейді, адамзаттың таңдаулы қара шаңырағы бізде болу керек дейді. Мысалы, қазақта қара шаңырақ ұғымы бар ғой. Ол, мысалы, қара шаңырақ ұғымы ұрпақтан ұрпаққа бір әулеттен бір әулетке өтіп отырады. Мысалы, Қабанбайдың келетқан қара шаңырағы бар, Бөгенбайдың келетқан қара шаңырағы бар, Райымбек атаның келетқан қара шаңырағы бар. Оны сол үйде отырған адамның жасы кіші болуына қарамай, біз кейде сол қара шаңырақтағы адамдарды құрметтейміз. Ендеше біз дейді, біз адамзаттың қара шаңырағына мирасқор болатын ұлт болуымыз керек. Осы Дәулетбек Байтұрсынұлы жалпы соңғы кезде бір енді пікір бар ғой, жалпы әдебиетімізге бір сондай бір қазіргі уақыттың тынысын, тіршілігін таппасатын бір әдеби туындылар келмей жатыр деген сияқты да. Осы тұрғыдан келгенде сіздің бұл туынды туралы пікіріңіз қалай? Бұл шығарма бүгінгі екі жақты айтуға болады. Біріншісі жаңағы жалғандығы жоқ, шындықты айтуына қарай бұл кітапты деректі роман деп бағаладым. Екінші тіпті руханиятынан хабары жоқ, немесе ешқандай дүниеден бүгінгі жаңағы заманымызға қарай өмір сүріп жатырмыз деген кез келген оқырман алса, бұл романды фантазиялық роман деп оқи берсін. Содан өзінің руханиятын табады. Сонда жалпы бұл роман бүгінгі оқырмандарға арналған. Оның 600 бет болуынан қорықпай оқыса, кез келген адам өзінің көңілдегі түйткілдермен жауабын іздеп жүрген сұрағының жауабын табады. Былай айтқанда мен тағы да айтайын, бұл бүгінгі тілмен айтқанда кез келген оқырманға мотивациялық роман. Қолын алу керек та, оқу керек. Айнаға өзін бір айнаның алдына барып өзін өзі бір көрсе болады. Бір оқыса болды, арғарай көзі кітап өзі жетелеп алып кетеді дейсіз ғой. Менің ойым солай. Енді қысқаша жауап бере кетсеңіз, Дәулетбек Байтұрсынұлы Қара шаңырақ романы қанша таралыммен жарық көрді? Қызығушылық танытқан оқырман кітапты қайдан ала алады? Бұл кітап мен редакция жасау барысында бөлімдерге бөліп шықтым. Жалпы тұтас жазылған роман. Сонымен кейін осы бөлгенімді автордың өзі де мақұлдады. Және біздің үстімізден қарап отырған, бұл кітапты шығарған Ұлан Еркінбай деген азамат, Таңбал деген баспадан шығарды ғой. Сол азаматта менің осы бөлгенімді дұрыс көрді. Бұл бірінші жолаушы деп басталады роман. Екінші зиярат деген түсінікті. Енді кезу, әлемді кезу, көру, және оның мән мағынасын түсіну ғой енді зиярат. Үшінші бөлім сырға толы Түркістан өңірі. Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың айналасында. Үкаша Сақаба, соның айналасындағы Арыстан баба аталар туралы айтылады. Соның кейін Боздаладағы Бозғала, бұл біздің мына оңтүстіктегі Сайрам қаласы бар ғой, тарихи қала Сайрам. Осы Сайрамның төңірегіндегі әңгімелер. Соның кейін 5-ші бөлімі Әлмерек абыз, біздің Алматының іргесінде жатқан Әлмерек әулие. Бұл кім болған? Қандай адам болған? Бүгінгі оның кісінің міндеті не деген? Соң 6-ші бөлім Мекке Медине сапары, 7-ші бөлімі Көкілташтың Қазақстанға көшуі, руханият әлемінде көшуі. Соның кейін Қара шаңырақтың көшуі. Бұл Қара шаңырақ соңғы 6 ғасырда Түркияда болған. Бұл Қара шаңырақ Османлы заманында. Енді сол Османлы 1923 жылда, мына 2023 жылға дейін 100 жыл, бір ғасыр бойы бұл Қара шаңырақ иесі болып қалды ғой. Бұны өкілдік сипаттағы әулиелер ғана ұстап тұрды. Енді осы Қара шаңырақтың Қазақстанға көшуіне ғайып әлемі де, бұл әлемде мақұлдық білдірді. Яғни Қазақстанға Қара шаңырақты автор көшіріп алып келеді. Міне осындай бір бөліктерге бөлінген роман. Түсінікті. Дәулетбек Байтұрсынұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына жақында жарық көрген Қара шаңырақ романы туралы кітаптың редакторы ақын
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Түркі дүниесі поэзия фестивалінің лауреаты Дәулетбек Байтұрсынұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.